Кешкі асты қазанға емес, бұл жолы осылай пиалаға салып жасап көріңіздер. Өте дәмді, ең бастысы пиалаңызға ештеңе болмайды, сынбай, жарылмай, керемет дәмді болып пісіп шығады. Ең алдымен ыдысқа фарш, пияз және де панировочный сухари дәмдеуіштерін салып, кішкене сармай қосып, жақсылап араластырып аламыз. Осылай одан кейін 8 бөлікке бөліп дайындаймыз. Енді 6 жұмыртқаға кішкене тұз қосып, үстінен сүт құйып, қалауларыңыз бойынша көк пияз қоссаңыздар болады, араластырып дайындап қоямыз. Енді кесенің ішін майлап шығамыз, сармаймен майласаңыздар да болады. Және де фаршымызды салып, осылай жайып аламыз. Енді ішіне ірімшік саламыз, және де омлетті құйып, бетіне помидор қойып, кішкене сыр себелеп, 180 градуста 45 минуттай пісіреміз. Ал жанына гарнирге күріш пісіретін боламын. Анвар сауда желілерінде дәл осы элита күріші мен кукурузаға керемет жеңілдік жүріп жатыр. Тиімді бағамен алып алсаңыздар болады. Күрішті жақсылап жуып, пісіретін ыдысымызға май құйып, күрішті салып, шамалы орташа